Енді өзіміздің төл ұжымымыз Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылғанына 20 жыл толып жатыр екен. Енді 20 жыл бір қарағанда көп та уақыт емес, аз да уақыт емес, бірақ енді бұл да бір белгілі бір меже деп есептеуге болады. Енді біздің кәсіпорынның жар бастауында Табағали Сатқалиұлы сияқты азаматтар тұрды. Серікқали Бердіғалиұлы ағамыз кәсіпорынның сол заңдылық құқықтық жағынан рәсімделуіне өзінің үлесін қосты. Алғашқы директорымыз Қаршығали Асқарұлы кәсіпорынның аяғынан тіктеп күтуіне еңбек сіңірді. Осы жылдар ішінде көптеген белестерді артқа тастадық деген десек артық айтқандық емес. Жаңа баспанаға қол жеткіздік. Осының өзі үлкен табыс. Қазір енді мынау сол кезде аудан газеттерді бір ортаға біріктірудің өзі игі бастама болды. Тек облыстық газеттер емес, барлық аудандық басылымдар бір кәсіпорынға қарады. Міне осының қазір жемісін көріп отырмыз деп айтуға болады. Енді сөзімді қорытындылай келе, бақ бетінде бар сендік лайықты үлес, арайлы таң көп болсын байыпты кеш, еркін жүзіп ақпарат айдынында құлашыңды сермей түс, Жайық пресс дегім келеді.